Сәлеметсіздер ме, құрметті педагогтер? Сіздердің назарларыңызға табиғат қорғаушылар тақырыбындағы танымдық ойынды ұйымдастыру бойынша шебер сыныпты ұсынамын. Беталысы күнде қарыштап дамыған, жаңа технологияның дамыған заманда әлем бойынша қоршаған орта ластанып, табиғатты тозып бара жатқан баршамызға белгілі. Әлемдегі белгілі ғалымдар осы күрделі мәселе бойынша дабыл қағуда. Әрине олардың қатарында Қазақстан Республикасы да бар. Біздің мемлекетіміздегі әрбір азаматтың міндеті бұл экологиялық тәрбие, яғни қоршаған ортаның ластануына жол бермеу, табиғатты қорғау екені баршамызға аян. Олай болса, мектепке дейінгі ұйым педагогтері балабақша бүлдіршіндерін қоршаған ортаны сүюге, табиғатты қорғауға, яғни экологиялық бағыт бойынша білім беруге міндетті. Сондықтан да мен сіздердің назарларыңызға экологиялық бағыт бойынша ұйымдастырылған мектепалды даярлықтау балаларымен ұйымдастырылатын шебер сынып табиғат қорғаушылар тақырыбындағы танымдық ойынымды ұсынамын. Қайнеке балалар, тақтаға назар аударайық. Балалар, тақтада бір емес, бірнеше суреттер берілген. Сендер мұқият қарап, осы суреттерге бір ортақ атап беруге, бір ортақ атау беруге тырысайық балалар. Қайнеке ойланып көрейікші. Бұл суреттерді бір атаумен қалай атауға болады? Қандай бір атау? Табиғат өте жақсы, я, табиғаттың суреті себебі бұл жерде өте жақсы балалар. Ал балалар, сендер бұның табиғат екенін қайдан білдіңдер? Табиғат дегеніміз не ол? Табиғат деген жан-жануарлар. Өте жақсы, жарайсың. Табиғат деген өсімдіктер мен гүлдер, жарайсың, Дария. Тағы неде олар? Ағаштар, өзендер мен көлдер деп айтқым кетті ма? Өзендер мен көлдер, жарайсың. Қуаныш. Табиғат дегеніміз не ол? Табиғат дегеніміз таулар мен қыраттар, таулар мен қыраттар дейді. Қуаныш, жарайсың. Ал, айта қой. Табиғат дегеніміз не ол? Табиғат деген ағаштар, гүлдер. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Табиғат дегеніміз ол ағаштар мен гүлдер, қыраттар мен таулар, жан-жануарлар, өсімдіктер мен ағаштардан тұрады екен. Ал бір сөзбен айтқанда табиғат дегеніміз ол бізді қоршаған орта, қоршаған әлем деген сөздермен оларды теңестіріп айтамыз балалар. Ал енді балалар, осы табиғатты, қоршаған әлемді қорғау ол біздермен, сіздердің міндетіміз, біздердің табиғатты үнемі қорғап, оларды ластануға жол бермеуіміз керек балалар. Ал енді балалар айтыңдаршы, табиғатты қорғауға үлес қосу дегенді қандай деп ойлайсыңдар ол? Ол не деп ойлайсыңдар? Келесіне ауыстырalım. Осы суретке қарап айтып берулеріңізге болады балалар. Табиғатты қорғау дегенді қалай түсінесіңдер? Я айтайын. Ағаштар сындырмау. Дұрыс, өте жақсы. Жануарларды тиіспеу, жануарларға өте жақсы. Ағаштарды, гүлдерді сындырмау, жұлмау өте жақсы. Гүлдерді баспау керек, өте жақсы айтты. Дария? Жапырақты баспау керек. Иә, жапырақтарды, гүлдерді баспау керек, өте жақсы балалар. Сонымен қатар табиғатты қорғау дегеніміз ол балалар табиғат аясында от жағуға болмайды, иә? Сосын тағы да нелер бар? Иә, жан-жануарларды, өсімдіктерді жұлуға болмайды, оны аяқпен басуға болмайды. Осылай біз табиғатты қорғаймыз балалар, табиғатты сақтаймыз екен. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Енді осы сіздердің табиғаттың қаншалықты қорғаушылар екендеріңді мен сендерді ойын арқылы тексеріп білгім келіп тұр. Олай болса мен сіздерге бір жасыл жолақтан, бір қызыл жолақтан алуға ұсынамын мына жерде. Ойынымызды қазір бастаймыз. Ала ғой. Бір қызыл түсті, бір жасыл түсті жолақтан аламыз балалар. Жарайсыңдар. Балалар, ойынымыздың тақырыбы мен айтып өткендей табиғат қорғаушылар деп аталады. Мен бұл ойынды ойната отырып сіздердің қаншалықты табиғатты қорғау туралы білімдеріңізді тексергім келіп тұр. Ойынның шарты бойынша балалар, мен қазір тақтада жағымды табиғатқа зиянды немесе зиянсыз әрекеттердің суретін көрсете отырып, сіздерге сұрайтын боламын. Ал сіздер, егер мен табиғатқа зиянды суретті көрсететін болсам, сіздер қызыл түсті жолақты көрсетесіңдер. Ал егер мен табиғатқа зиянсыз әрекеттерді атайтын болсам, онда жасыл түсті жолақты көрсететін боласыңдар. Жарай ма? Түсінікті ма ойын шарты? Олай болса ойынды бастаймыз. Мұқият боламыз балалар, қанекей. Бірінші сурет. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Ақжол, сен айта қойшы, не үшін жасыл түсті жолақшаны көтердің? Себебі табиғатқа зиянды. Зиянсыз, иә? Зиянсыз ол. Бұл жерде бала не істеп жатыр? Құсқа ұя салып жатыр, жарайсыңдар. Ол табиғатқа зиянсыз, табиғатқа жағымды әрекет жасап жатыр. Өте жақсы. Ал енді келесі суретке мұқият болып қарайық. Жарайсыңдар. Айдай, сен айта қой, не үшін қызыл жолақшаны көтердің бұл жерде? Себебі не істеп жатыр бала? Бала ағашты сындырды. Иә, ағаштың бұтағын сындырып жатыр, ағашты сындырды. Ол қандай әрекетке жатыр?
Зиянды ма, зиянсыз ба табиғатқа? Зиянды. Зиянды, табиғатқа зиян келтіріп жатыр ол бала. Жарайсыңдар, өте жақсы орындадыңдар тапсырманы. Келесі суретке мұқият болайық, қарайық. Өте жақсы. Так. Қуаныш, сен айта ғой, не үшін сен жасыл жолақтышаны көтердің? Себебі гүлді өсіру керек. Гүлге не істеп жатыр бұл бала? Су құйып жатыр гүлге. Ол табиғатқа зиянсыз, яғни жағымды әрекет жасап жатыр. Өте жақсы, келесі суретке көшейік. Бірінші суретті көрсетемін. Қандай жолақшаны көтереміз балалар? Өте жақсы, жарайсыңдар. Не үшін жасыл жолақты көтердіңдер? Дария, сен айта ғой. Себебі ағашқа гүл. Ағашты отырғызып, су құйып жатыр, иә? Су құйып жатыр, жарайсың. Бұл қандай әрекет балалар? Табиғатқа зиянсыз, жағымды әрекет. Өте жақсы, жасыл жолақша көтердіңдер. Ал мына суретті көрсетемін, кәнекей қандай жолақты белгілейміз? Өте тамаша, жарайсыңдар. Не үшін қызыл жолақты көтердің сен? Айта ғой. Аяру. Не үшін қызыл жолақты көтердің? Мына сурет бойынша, иә, көтердің. Себебі табиғатта не істеуге болмайды? От жағуға болмайды, иә, от жағуға болмайды. Жарайсыңдар балалар. Ал енді соңғы суретке мұқият қарайық. Қандай жолақты көтереміз? Иә, жарайсыңдар, жасыл жолақты көтереміз. Себебі бұл балалар не істеп жатыр? Қоқыстарды жинап, иә, қоқыс жәшікке салып жатыр. Біздер де солай жасауымыз керек балалар. Өте жақсы, жасыл жолақ көтереміз. Себебі ол табиғатты қорғап, ластанудан қорғап жатыр. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Сендер тапсырманы өте жақсы, мұқият орындадыңдар. Кәнекей жинап ала қояйын жолақшаларды. Жарайсыңдар, кәнекей салып. Өте жақсы. Кәнекей балалар, енді одан ары қарай қарайық. Тақтада нелер бар? Бұл балалар, сендердің назарларыңызға мен бұл суреттерді ұсынып тұрмын. Себебі біздердің тақырыбымыздың өзі табиғатты қорғаймыз, табиғатты аялаймыз деп айтып жатырмыз. Олай болса, бұл суреттер сіздер оны біліп жүруіңіз керек. Қандай мағынаны білдіреді деп ойлайсыз балалар? Бұл суреттерді көргенде нені түсінеміз балалар? Табиғатты қорғау керек екенін түсінеміз. Бұны сендер қай жерден көрмесеңдер де бұның мағынасын білу керексіңдер. Себебі адам алақандағы табиғаттың суреттері мына жерде, ағаш тұр, мына жерде, мынау жер шары біздің өмір сүретін. Оның неге адамның алақанына қойып қойған бұл суреттерді? Себебі адам осы алақандармен табиғатты аялап, қорғап жүру керек. Ол біздер мен сіздер де осылай алақандарыңызбен табиғатты қорғауыңыз керек балалар. Кәнекей келесі суретті қарайық. Мінекей, бұл жерде де адамның алақаны және арасында қаланың суреті, иә? Ауыл болсын, қала болсын, ол жерде өсімдік өсекті жан-жануар болады, ол жерде табиғат болады. Сондықтан да барлық қай жерде жүрмесек те біз алақанымызбен, қолымызбен сол табиғатты аялауға барлық күшімізді салуымыз керек. Әр адам өзі табиғатты қорғауға үлесін қосуы керек балалар. Соны есіңізден шығармаймыз, жарай ма? Иә, мен сендердің естерінен шығармайтындарына өте сенімдімін. Сондықтан да бүгінгі табиғаттың қорғаушылары сендер екендеріне менің көзім жетті. Сондықтан мен сендерді мынандай табиғат қорғаушылары деген медальмен марапаттағым келіп тұр. Кәнекей, мен сендерге медальдарыңызды тағайын. Яғни бұл сіздердің нағыз табиғаттың қорғаушылары екендерінің белгісі балалар. Жарайсыңдар, сендер бүгінгі тапсырманы өте жақсы орындадыңдар. Білімдеріңді көрсеттіңдер өздеріңнің. Кәнекей, қуаныштарға тарайық. Жарайсыңдар, былай айналдыра ғой. Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар, рахмет сендерге. Табиғаттың қорғаушылары болып, кішкентай қорғаушылары болып жүре беріңіздер. Рахмет, сау болыңыздар балалар. Сау болыңыз.